Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, менің қымбатты көрермендерім. Мен біраз мына сіздерді экранда көре алмай қалдым. Өзім біраз тұмауратып, Аллаға шүкір, қазір жақсымын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Мені қошаметтеп, менің каналыма қосылып жатқан жандарға Алланың нұры жаусын. Сіздерге мен бүгін үйде не бар, қандай сұрап болмасын деп, үйде қандай көкөністер бар, соныменен кешкі асқа кішкене салат жасап жіберейінші деп тұрмын. Міне, қызылша, көкпияз және укроп, петрушка, сарымсақ, жүгері, оливковый майы. Міне, мына қызылшаны мына өткіштен өткізгім кеп тұр, ірілеу өткіштен. Бұл пісірілген. Мантаваркаға салып, асып пісірем. Бұл қызылша деген өте дәруменге бай, денсаулыққа өте пайдалы ғой. Біз бұны жиі қолданамыз үйде. Міне, бір тал сәбізімді жіңішке өткіштен, жіңішке теркадан өткізіп жатырмын. Өйткені бұл пісірілмеген, жұмсағырақ болсын деп жіңішке теркадан өткізіп жатырмын. Міне, осылай үйде анда-санда аз-аздан қалып қалған көкөністерді осылай салат жасасаңыздар, сұрап болмайды. Енді осылай ұсақтап турайын. Енді сарымсағы өте көп болып кетсе де, онша жақсы болмайды ғой. Көк пиязымызды ірілеу қып турайын. Енді жүгерімді, міне суын сорғытып, ағызып тастағанмын. Жүгерімді қосайын. Енді аздап тұз салайын. Тұз ғой бәрінің дәмін келтіретін. Енді қара бұрыш. Бір жарым қасық қосайын деп тұрмын. Бүгінгі кешкі асымның салаты. Біраз уақыт енді кешкі асы дайын болғанша осылай сіңіп тұрса болады. Міне, қымбатты көрермендер, менің қарапайым ғана салатым дайын болды. Қазір жеп дәмін көрейін. Бисмилля деп. Өте дәмді болыпты. Осылай салат жасаңыздар міне. Міне, салатым дайын болды. Қазір кешкі асқа отырып жейміз. Қымбатты менің көрермендерім, егер де менің осы салатым ұнап жатса, пікірлеріңізді жазып, осындай салат жасап, мені қолдай кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.